Өкінішке орай көп адамдардың жайдары қалыптағы жақсы хабардан көрі тосында тұрпай оқиғаларға елеңдеп тұратыны шындық. Жағымсыз хабарды желдей үрлеп, таратып әкетушілерді жетіп артылады. Осындай қадірсіз қасиет Көкшетаудың да атын біраз жерге апарған. Оған қаладағы қайнаған қаржы пирамидасының қазаны жемсауы толмас жемқорлық көріністер себеп. Өткен аптада республикалық баспасөздер Көкшетау базарларында Астана атты дәретханаға арналған қағаз сатылып жатқандығы туралы жаңалықты жалаулатты. Бір кәдеге жарайтын қағазды дайындаған іргедегі омбының Велес кәсіпорны екен. Тапсырыс беруші Көкшетау қаласының тұрғыны. Әжетхана қағазының атауына омбылық тапсырыс орындаушыларда қайран қалып қарсы болыпты. Бірақ өз идеясының тапқан атауының ақшаның астына қалдыратына сенімді көкшелік кәсіпкер айтқаннан қайтпапты. Отанымыздың мақтанышы елордамыз Астана атауымен шығарылған дәретхана қағазын біздің редакцияға Көкшетау қаласының тұрғыны алып келді. Ол оны облыс орталығындағы базардан сатып алыпты. Бұл гигиеналық заттың атауы жерлесіміздің намысына тиген себебін айтпаса да түсінікті болар. Өйткені аталмыш өнімді өндірушілердің осындай түсініксіз әрекеті көптеген көкшеліктердің наразылығын туғызды. Обидно за нас. Беспорядок. Нужно наводить порядок, ничего себе. Нет, это не должно быть так. Нет, конечно. Зачем? Не надо, даже уберите. Это вообще оскорблено, я так думаю. Зачем, почему так Астана? Что, другое имя они не могли найти, что ли? Ну, вы представляете, с такой надписью взять туалетную бумагу, и как можно вообще ей пользоваться, когда у нас столица... Осы әңгімеден соң бізде Астана атауы берілген дәретхана қағазын іздеуге аттандық. Біздің сауалдарым шошытты ма, әйтеуір ешбір сауда орны қағаз сатылымда бар деп ауыз ашпады. Тіпті бізді базардан қуып шығуға да әрекет етті. Это частная территория. Ну хорошо, дайте человеку, у которого есть такое положение. Охрану вызвать, чтобы вас убрали отсюда. Бұл тауарды шығаруға тапсырыс беруші Көкшетау қаласының тұрғынымен тек телефон арқылы байланысқа шығуға тура келді. Себебі ол қазір Астанада екен. Дәретхана қағазына неліктен елорданың атауын берген сұрағанымызда жұрттың назарын аударатын ерекше өнім шығаруды ұйғардым деп жауап қатты. Алайда ол қылыққа жол бергенін артынан түсінген. Ну, сразу просто уже когда привезли, посмотрели, что это неэтично будет, что таким названием. И сразу и производитель отказался, и мы от этой бумаги тоже отказались. Облыстық кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының қызметкерлері аталмыш гигиеналық затты қаламыздан іздеу жұмыстарын ұйымдастырып, өнімнің сатылымда жоқ екенін анықтады. Ал тексеріс кезінде тапсырыс берушінің тарапынан қатаң заң бұзушылық орын алған әшкереленді. Данный предприниматель Аталмыш тауар сертификатталмаған. Бұл жөнді бізге сараптама және сертификаттау ұлттық орталығы хабарлады. Біз мониторинг жүргізіп, Астана дәретхана қағазының қаламызда жоқ екенін анықтадық. Ол сатылып кеткен. Облыстық ішкі саясат басқармасы бастығының орынбасары Ғалия Ташкина бұл қаламызға абырой әкелмейтін жағдай дейді. Сондықтан да болашақта да осындай келеңсіз жайттар орын алмас үшін кәсіпкерлердің ұсыныстарын тексеретін арнайы қадағалау органын құру қажеттілігін алға тартты. Кәсіпкерлердің іс-әрекетін қадағалайтын орган қажет, өйткені атына заты сай келмейтін тауарлар көптеп кездесіп жатады. Ал қағазға қатысты бұл жағдай қазақ халқына тән емес. Ел болып тойлаған басты мерекеміз, тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына жасаған кәсіпкердің сыйлығын тұтынушылар бағалаған жоқ. Ал жерлесіміз болса, бұдан да зор арнайы атауы бар дәретхана қағазы бар емес пе? Сондықтан да менің бұл әрекетімде еш ағаттық жоқ деп ойлаймын деп ағынан жарылды. Алайда қиыннан қиыстырам деп қиялы шарықтап, ол қылыққа жол берген отандық кәсіпкердің бұл ісі көпшілікке жағасын ұстатты. Әсел Досболқызы, Самал Жүсіпова, Данияр Омаров, Апта. Дау туғызып бет күйдірген міне осы қағаз, айғай шығарған оның атауы. Омбы компаниясының директоры өткен іске өкініш айтып, алға қарай мұндайға жол бермеуге уәде берді. Кәсіпкердің кінәсі өз алдына, даулы қағазды тұтынушылар әпсәтте таратып әкетіпті. Эфирге шығару уақытында базардан әлгі дүниенің біреуін табу мүмкін болмады. 50 мың дана бұйымнан бір түйір қалмаған. Біз қағазды сатып алушыларды да, оны дайындаушыларды да, тіпті тапсырыс берушілерді де даттамай-ақ қояйық. Тек айтайық дегеніміз, мұндай сәтте әркім өзінің азаматтық ұстанымынан айнымауы қажет қой.
Өйткені әңгіме мемлекеттің астанасы патриоттық сезім жайында болып отыр емес пе?